Жетісу. Бұл атаудың өзінде тарих бар, тағдыр бар. Туған жерге деген сағыныш бар. Жер жәннатта таңған бұл өлке, асқар таулары аспанмен таласқан. Мөлдір өзендері сарқырап аққан. Жайқалған жайлауы мен құнарлы даласы көз тоймас сұлулыққа толы мекен. Осы бір ғажайып табиғатты, қазақ даласының кеңдігін, елдің рухын, жердің көркін өз шығармасына арқау еткен қазақ поэзиясының ірі тұлғасы Ілияс Жансүгіров. Ақын Жетісу суреттері шығармасында туған өлкенің әр қырын жанды бейнеде суреттейді. Әр тау мінезді, әр өзен сырлы, әр жайлау тарихқа толы. Бұл туынды табиғатқа тамсану ғана емес, бұл туған жерге деген тағзым, бұл елге деген шынайы махаббат. Ілияс үшін Жетісу өскен мекені, қуат берген топырағы, шабыттың қайнар көзі. Ақынның әр жолынан жеріне деген іңкәрлік, халқына деген сүйіспеншілік сезіледі. Жетісу суреттері оқырманды туған жерін сүюге, табиғатты қадірлеуге, ұлттың рухын сезінуге шақыратын шығарма. Бұл кеше мен бүгінді жалғаған, ұрпақ санасына отаншылдық сезімін ұялататын құнды әдеби мұра. Ілияс Жансүгіровтің Жетісу суреттері туған жерді танытатын жыр, туған елді сүйгізетін рух.